Қазақ дипломатиясы бастауын 90-шы жылдардан емес, сонау хандар кезеңінен алады. Арнамызға берген эксклюзивті сұхбатында Азиядағы өзара ықпалдастық және сенім шаралары жөніндегі кеңестің бас хатшысы Қайрат Сарыбай осылай деді. Ол қазақ дипломатиясы тәуелсіздік алғалы қалай өзгерген туралы айтты. Сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз. Қайрат Шораұлы, өзіңізді әуелі кәсіби мерекеңізбен құттықтаймыз. Сыртқы істер саласындағы қызметіңіз сонау 90-шы жылдар бастадыңыз ғой. Содан бері дипломатия қалай өзгерді? 90-шы жылдардың басында қазақтың дипломатиясы тек қана ертегіде, аңыздарда болған сияқты болып көрінеді. Бірақ шындығында 90-шы жылы біз дипломатияны бастаған жоқпыз. Қазақтың халқы, хандығы, сонау атамсақ, ғұн, көне түркі қағанаттарына барып тарихын тірейді. Сондықтан бер жағында енді Абылай ханның кемеңгер мәмілелігі, кемеңгер дипломатиясы. Сондықтан әрине 90-шы жылдардағы мемлекеттің жағдайымен, 90-шы жылдардың басындағы әсіресе мемлекеттің жағдайымен бүгінгі жағдай арасында ұлан-ғайыр үлкен айырмашылық бар. Біз Қазақстан, біздің бар болғаны 5% жеріміз ғана Еуропаға тиесілі, қалғаны Азия құрлығында орналасқан. Ал 90-шы жылдардың басында Азия құрлығында бейбіт жолды немесе қауіпсіздікті мәміле жолымен қамтамасыз ететін үлкен халықаралық ұйым болмаған. Міне, бұл бастама, бұл да Қазақстанның бастамасы. Бұл бастамалардың барлығының ең түпкілікті мақсаты не? Қазақстанды мемлекет ретінде басқа шет елдермен терезесі тең ел ретінде байланыстарын қалыптастыру, экономикалық байланыстарды, инвестицияларды қамтамасыз ету, сондай-ақ қорғаныс мәселелерін шешу дипломатияның қандай кезеңінде де ең басты мақсаты ұлттық мүдделерді бейбіт жолмен қамтамасыз ету. Бүгінгі таңда Қазақстан айтып кеткендей тек қана өңірлік бастамаларды алға тартып, соны іске асырған мемлекет қана емес, сонау ғаламдық деңгейде Еуропа қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымын басқарған, Біріккен ұлттар ұйымы, қауіпсіздік кеңесін басқарған, ислам ынтымақтастық ұйымын басқарған әлеуеті мол мемлекет ретінде дипломатиясы танымал, дипломаттары белді-белді тұлғалар. Біз бүгінгі дипломатияның дамуына ерекше, менің ойымша, миннеттар болуымыз керек. Біздің осы сыртқы қатынастарды сыртқы қатынастардың қағидаларын орнатқан, мына ашықтық, бейбіт, бүкіл мәселелерді мәміле жолымен шешудің қағидаттарын, осы қағидаттардың бәрін біздің сыртқы саясатымыздың негізіне алған біздің ел басшылары, министрлердің қатарына ризашылығымыз мол болу керек. Әрине бұның барлығы қатардағы дипломаттардан да басталады, басшылықтағы дипломаттармен де шектелмейді. Жақсы, жаңа бейбіт мәміле жайлы сұрайыншы. Президентіміз аумалы төкпелі кезеңде бұл ұғымның маңыздылығын үнемі айтып жүреді. Бірақ мынау әлемдегі соңғы оқиғалар, қақтығыстарды ескерсек, бейбіт дипломатия ұғымы қаншалықты өзекті? Бейбіт өмір қашанда өзекті. Өйткені адам өмірі ең ұлы құндылық. Сіз мемлекеттің мүддесін, адамның жанын қиып, ешқашан мақсатыңызға жете алмайсыз, ол белгілі қағида. Сондықтан да қандай да дипломатияның бейбіт мақсатты тұтуы ол өміршең дүние. Алайда соңғы кездері өкінішке орай кейбір мемлекет араларында әскери қақтығыстар, соғыстар жүріп жатқаны мәлім. Біздің айналамызға да оның ықпалы бар екенін аян. Біз өзімізді ұлы держава деп санай алмаймыз.
мемлекетіміз жақсы дамыған, дегенмен де біз орта держава. Неге? Бұл өзінің дипломатиясына берік ұстанған, қағидаларына берік ұстанған мемлекет. Және бұл мемлекет басқа мемлекеттерге сен пәленше саясат жаса деп күштеп біз оларға ешқандай шарт қоя алмаймыз. Біз басқа біреудің шартында орындау шарт емеспіз, бірақ басқа біреуге де мемлекеттерге сен осылай жасайсың деп біз оғаларға күш көрсете алмаймыз, қажетті жоқ. Сондықтан біз орта державамыз, ал орта державаның ең құнды жағы ол бейбіт сүйгіш саясаты. Міне, сондықтан Қасым-Жомарт Кемелұлының Қазақстанның бейбіт сүйгіш саясатының негізінде біздің өзіміздің біріншіден тарихтан алған тәліміміз бар, екіншіден біздің бүгінгі бүкіл ғаламдағы орнымызға байланысты. Біз кішкентай емеспіз, біз өте ұлық емеспіз, біз орта шенді мемлекет, орта державамыз. Сондықтан орта державалардың негізінде әлемдік бейбіт сақталып отыр. Сондықтан да Қазақстан түрлі бастамаларды көтеріп отыр, түрлі халықаралық платформаларда осы бейбіт саясат жүргізуге үндеу салып жатыр. Сондықтан бұл біздің бір жағынан табиғи ұстанымымыз, екіншіден бұл біздің тарихи ұстанымымыз, үшіншіден бұл біздің моралдық, былайша айтса, ұстанымымыз. Өйткені кезінде біз әлемдегі 4-ші ядролық қару-жараққа ие болған мемлекет, біз содан бас тарттық және бейбіт сүйгіш саясатымызды әлемге жарияладық. Сондықтан бұл қағидалардан еш таймастан қазақ дипломатиясы соның бастамасында Қасым-Жомарт Кемелұлы өзі тікелей атсалысқан кісі, министр болып, түрлі мемлекеттік баспалдақтан өткен біздің мемлекет басшысы дипломатияның құндылығын, Қазақстанның сыртқы саясатындағы нақты қағидаларын осы күнге дейін анықтап отырғаны әрине бәрімізге үлкен менің ойымша ризашылық деп білдіруімізге болады. Жақсы, Қайрат Шораұлы, уақыт бөліп осындай тың ақпараттармен бөліскеніңізге алғысымыз шексіз. Өзіңіз айтпақшы, бейбітшілік сүйгіш саясатымыз іргелі болғай. Рахмет.